Бүгін енді Сабырдай әкеміздің үйінде, Әсіптай анамыздың шаңырағында Дәулеталы жарауылынан келін келіп жатыр ғой. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Қойшының таяғына, келіннің аяғынан дейді, келіп жатқан келіннің қадамына гүл бітсін. Ал жүрек жарды тілектеріңізді ақтара келген ардақты ағайын, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, ақжаулық аналар, бірліктің бастауы болған, тәрбиенің қайнар көзі болған Асқар Таудай әкелер, адуы заманның арқа жүгін арқалаған Нардай ағалар, ағаларымыздың нәсілі болған Ағотаудың қасы болған мерейл жеңгелер. Ал аттан субамандасу бізден, шапалақ шалып беру сізден болсын. Мына кісі көрсең есікке, жүгіріп шығып кешікпе, күте алмасаң қонақты, кесір боларын есікпе деп, алысқа хат жіберіп, жақынға хат жіберіп, бүгінгі дүбірлет той жасап жатқан Сабыр әкемізбен Нәсіп анамызға да бір келін құтты болсын деп қол соғып барайық. Сөзбен осы жастарға дейтін ақ тілектеріңізді жаудыра отырыңыздар. Бүгінгі жүрек жарды ақ тілегін арнай келген. Осы енді біздің баласы келінберді мұңал тобыс, балықшы бұзау ақпан құнан ұрыс, атамнан құдай кеден тәзге қосай, осылай аталып біз сегіз арыс деп, адайда пірім өтті бекет деген, дұғасын пендесінің кекетпеген, сасқандар пір бекетке сыйынғанда, дұғасын қабыл қылып өтеттеген, қолдай күр әулие атам біз сіздендеңді, шалдардың соқпағымен кебектеген деп. Ал енді бүгінгі жүрек жарды тілегін ақтара келген ардақты ағайын, дастархан басына жайғасайық. Мынау енді шашу шашып, мінекей ақжаулық аналарымыз келіп жатыр. Дастархан басына жайғасып, бәрі беташарда шашу шашатын боласыздар. Ағадан деп Жалынбек Асқартау әкемізге сөз кезегін беру жөн санап тұрмыз. Құрметті ағайын туыс, жекжат, құда-құдағай, мынау біздің қуанышымызға ортақтасып алтын ортаңдық екенін жатсындар. Қош келдіңіздер, рахмет, сау болыңыздар. Енді бүгінгі отау көтеріп жатқан балдарыма, отауларымыздың шаңырағынан құтты болсын, алысты несібелі болыңдар, бақытты, баянды ғұмыр берсін, қойларын қойыларсын дейін бөліп. Аманшылықпен осында тойда келсін дейін. Ой, рахмет сау бол. Бар. Кел бар ғой. Ай бәрекелді. Ал Сали ағамыздың керемет ақпатасына қол жоқ бәйгенде. Тойды отырсыздар қойды. Той жұғысы болсында қуаныш өрісте көбет, қайғы өлсе әзәттіп. Енді біздің Маңғаз Маңғыстаудың атақты енді ауызы Әбіш атамыз айтқан екен, бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Осы енді кішкентай немере балдарым үйленіп жатыр деп, осы Сали ағамыз бастаса, енді арғата ақжаулық анамыз жалғастырсын. Келін алып жатқан тойына 2 жас бақытты болсын, дендері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын, жапырақтары жайылсын, бәрің үйлерінде той болсын, келін алыңдар, қыз ұзатыңдар, немере шөбере сүйіңдер, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ой, бәрекелді, қол соқпайық ал мамамыздың да тілегіне, той жұғысты болсын ардақты ағайын. Енді Асқартау әкеміз, ақжаулық анамыз тілекті бастап, осындай енді керемет жүрек жарды ақ тілегін айтып жатыр. Осы Асқартау әкемізбен ақжаулық анамыздың құрметіне, осы Маңғаз Маңғыстаудың таусылмас жырға кең болған, баталы сөзден ем қонған, домбыра қолға алғанда құрметпен орны төр болған, жыршылық өнер, әншілік өнер, күйшілік өнерді ерекше құрметтейтін жырдың елі, Маңдала, Маңғыстауымыздың мақтанышы, Оспан Құлсымақ балдарыңызды ортаға шақырайын. Керемет осы Маңғыстау деген әнін орындап берсін. Рахмет, ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, құрметті әлеумет. Той құтты болсын, келін құтты болсын. Мынау Орыс ауылы. Мынау енді сенің құрметтеріңізге Маңғыстау термесін қабылдаңыздар. Ертең бұлай болса, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын ағайындар. Маңғыстауымыз аман болсын. Маңғыстау, тас пен істің қатпаған, тіріліп кеп тоқтаған.
кеткен жер, аңырақпен аптапта қара терін төккен жер, самалымен аймалап маңдайыңнан өткенде тандыр болып кеткен жер, талайларға мәңгілі тағдыр болып кеткен жер. Қасиетін арттырып қаранарым шөккенде 360 әулені Маңғыстауым тигені, шабырқанған кезінде ағытатын биігін күмбірлеген биені. Aslandan орын төккен жасаған, сөйлеп тұрған ел ғой бұл, қосабылмен қашаған. Әлем білер бүгінде Маңғыстаудың есімін, домбыра боп тұр бүгін Құлшар менен есірі. Жер ғой бұл жеңді қайғы ардағым, алқай жылап бітпеген қырымның қырын барын көріп тұрау саңлағым. Көксін үстін жаншытып жау кебесін сөккен ғой иса досан барым. Маңғыстау деп өткен ғой сәтті ұлға яқын, бере берсін өрістей ұлын берген олама кегін байып әбіштен. Ертеңге жетеміз, қай заманға қай кезде Маңғыстау деп сөйлесек әруақтанып кетеміз. Рахмет, той құтты болсын ағайындар. Ой, бәрекелді. Ал енді ән көңілдің ажары, күй көңілдің базары дейді. Әрқашанда ән мен күй шабыт үшін жаны шайсаң, қазақтай халық өссін. Қол соғайық тағы да барша ағайын, Қасым менен Айгерім келіннің бақыты үшін. Айнала жетек қал болып, баланың тілі бал болып, немересін әлдейлер, кемпір менен шал болсын деп қойық енді. Бүгінгі жүрек жарды ақ тілегін арна келген, жалпы енді біз өмірге келгеннен кейін осы Ақжаулықта анадан басталады ғой өмірдің тіршілігі дейтінде Асқар әкеммен. Сол осында енді Ақжаулық аналарымыздың төркіні болып отырған осында енді қасиетті нағашылар бар. Жалпы енді айтыстың ақтан кері Жөстерманның өзі былай деген екен: қай жерде мейлі қай елде, әлемнің мәні әйелде, әйелмен құның өлшенер, құлайдан кейін сол жібер. Бақытты сенде болмайсың, әйелің болса сорлыгер, шөліңді содан басасың, сырыңды соған ашасың. Адамның күні әйелмен, аналар мәң жасасын деп бір аналар үшін де қол соқпай келді. Ақжаулық аналарымыз келіп отыр. Ал енді сол жүрек жарды ақ тілегін арна келген осында енді нағашылар бар. Домбыра болса нағашы, жиен оның тегі деген. Сол енді жүрек жарды тілегін осында ақтара келген, бүгінгі енді жиеннің той деп келіп отырған нағашылар бар. Жалпы адам баласы бір-бірін сөйлескенше білет, жылқы жаны бар кісінескенше таниды дейді. Нағыз жігітті, олды да қызды да үш сырттан танисың. Сол ер жігіттің үш сырты, оның да бір нағашы, түгелде тұрса нағашы, қалтарыста қалмасын анауда тұрған нағашы деп нағашыларға да сөз кезегі келіп қалған сияқты. Ал жиендеріңіздің той құтты болсын, кәр нағашылар бастап, өз нағашылар жалғастырады burada. Nağaçlar kız. Nağaçlar dedi bu. Nağaçlar. Bir. Ablazik şey. Nağaçlar dedi. Nağaç. Al. Para otur ya. Söylüyor, söylüyor. Assalamualaikum. Hürmetli. Koy şırav. Buna
кешеден мына келін алып келдік. Құданың ауылында Жіберем бағы, алмай болды. Құданың ауылында той болып, келінді жеріне алып келдік. Мына тойдың жалғасы. Алдында да мына сырға салуға бардық. Кешеден тойымыз жалғаса берсін. Жиеніміз аман болсын. Мына сабыр күйеу балама, қарындасыма айтайын дегенім, келіндеріңіз құтты болсын, бәрімізге де жұғысты болып, ұзағынан бола берсін, тойымыз жалғаса берсін, жақсы өтуіне ат салсай, бәрімізге де мына құдан орыстар, ауылы, құдалар, бәрімізге де құтты болсын тойлар. Тойымыз тойға жалғаса берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Көргеніміз осы жиендер, немерелер солардың тойында шаршап жүре берейік. Рахмет, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум, той шоу дауыс шығып тұрмын. Мына той құтты болсын, мына нұр шоуға құдалар. Мына енді өзім танысып кетсем, мына Сабыра жездеміздің балғызымын. Мына үйленіп отырған қасымның нағашысымыз, ұлымыз жаппас. Ал той құтты болсын, Сәке, Ясып апа. Келіндер құтты, қойшын аяғынан, келін аяғынан дейді ол. Балдар аман болып, сіздерді қуантай берсін, немере шөбере сүйіңізде аман болыңыздар. Тойда кездесейік. Ассаламу алейкум меймандарым. Келін тойда бас қоса жайнаң бәрің. Сабыр нәсіп келінің құтпақ болғай, орындалғай пәниде ой қалғаның. Ардақталған алашқа сабыр ақын, дос інімсің сыйласқан арың жақын. Өнегелі отбасы өсіп өнген, қазағыма қадірлі асыл жансың. Қасымың мен әйгерім қоса қарғай, адал ару көргенді жар саналғай. Ол келіннен ұятты ұрпақ өскей, әуелгі пір қосайдай ел таралғай. Ақжол ашқай пір бейқи, ер қос құсаймай, қабілеткей пәктілек құдаймай. Ақбатамды беремін ол келінге, Рейінбай ұлы мен қажолай. Алла қабілет. Ағын ағашлар бар ма? Мен шекішпәдің ағашсың. Ой, бәрекелді. Мына өлең арна жатқан ағамыздың аты кім екен? Қаржаубай деген ағамыз екен. Мына кім танымас жақсыны, көңіліміз қоямдын, жүрегі жұмсақ жүзігіл, сөйлес сөзі оңайтын, бір жақсы туса дүніге Қаржаубай ағам тумайтын деп қойып. Сабырлы, ойлесіз, әрін ағашылық, бір-бірімізге жаңағы соған нағашыларымыз әрі өтіп кеткен. Олсын бір-бірімізге әрі бөле, әрін ағашылық. Ал тойлар той қыласын, балаларымыз бақытты болсын, тойларын той қыласа берсін. Ой, бәрекелді. Ағасылар рахмет. Тағдан ағасы мамалар бар ма? Жеңгілер тілек жалғай отыратын. Арғатенді керемет жүрек жарды ақтегін арнайтын. Жиеннің тойында ақбатасын беретін. Тағы бір нағашы мен жиені әзілдесет дейді. Ойбайынан ағасы айтып жиеніне. Мынау жиен деген ел болмайды деп. Сонда жаң артынан екеу дастархан басында татуласып жатыр дейді. Жиен ел болады екен. Алдында айдаған мал болса, желкесі де жал болса деп. Ал жиендеріңіздің бүгінгі дүбірлеген той құтты болсын ағасылар. Құрметті тойға келген тойшыл қауым, бүгін міне менің бөлемнің үйінде үлкен ойнашылық той болып жатыр екен. Балалардың құрған шаңырағы ешқашан шайқалмасын, биік болсын, босағалары берік болсын. Енді осы әулетке жалпы адай, соның ішінде адайыптар әулетіне бар жақсылықты тілейміз. Тек қана тойға келейік үйлеріңізге. Келген келінің қадамы құт болып келсін. Дейміз, барлықтарыңызға жүрісті болсын. Тек жақсылықта тойда кездесуді Алла нәсіп ете берсін. Осы жақсы қасиетті айлардан кейін осындай бір жақсы қуанышты күндер болып жатыр, ұзағынан болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, сіз біздерсіз осындай жақсылықта жүздесіп жүре берейік. Бәріңізге жүрісті болсын, той қыласын. Ой, бәрекелді.
Ой, нағашылар, айтып жатқан тілектеріңіз қабыл болсын. Мынау мен жүрек жарып тілектеріңе мыңдап рахмет. Тағдай нағашылар болса жалғастырайық. Еш келмәтсіздер. Сабыр, күйеу баламыз, нәсіп сіңдіміз. Бүгін ақ қойдың қарын жарылған күн, қуанышты күн, қуаныштарың ұзағынан болсын. Келіп жатқан жастардың қадамы құтты болсын. Аттап келіп жатқан босағаларыңыздан. Керегелері кең, терезелер кең болсын, босағалары мықты болсын. Енді қуаныш көп болсын, балдар бақытты болсын, бақытты баянды болсын. Осы отырған барлық осы қонақтарға да жұмысты болсын. Той жалғасын таба берсін. Той құтты болсын тағы да. Тойдың қызықты әдемі өтуі бізге байланысты болып қонақтарға. Қызықты көңілді өтсін. Әлде де тойдың жалғасы бар, ертеңден жалғасы бола берсін. Құтты болсын. Ай, бәрекелді апа. Айтып жатқан тілектерің құтты болсын. Мынау жүрек жарды ақ тілегін арнап жатқан нағашылар, сіздерге мыңдап рахмет. Аллаң нұры жаусын. Сіздердің де әулеттеріңізге осындай той жұғысты болсын деп қойын. Жүрек жарды тілегін ақтарып жатқан нағашыларға айым беккен ай, күнім беккен ай, қол соқпайтын нағашыларға кімнің тойы еккен ай деп қойын. Ай, нағашылар, сіздерге рахмет. Енді нағашылардың құрметіне осы Маңғаз Маңғыстаудың мақтанышы, біздің Маңғаз Маңғыстаудың Швейцариясы Шайыр деген ауыл болатын болса, сол Шайырда туылған Талғат Атшыбаевтың әнін Шалқымал деген әнін орындап берейін. Білеттеріміз қосылып отырайық алып. Сабыр жүрген жанымда сап-сары беттің бір арай, әуенім жаны, әуенім жаны қабылы,
кім Dönmedi seni, dönmedi seni çalganda Sanım ağzırım, sanım ağzırım Sanım ağzırım kimseyi Sanım ağzırım kimseyi Ой, бәрекелді. Ал енді нағашылардың тілегінің құрметіне ортада енді осындай Маңғаз Маңғыстаудан шыққан атақты енді бір композитор ағаларымыздың әні орындалып жатырға. Тағы да енді бір өнер иесі ортамызда отыр екен. Бүкіл енді Алталаш танитын, қазір енді бүкіл үлкен додаларда ортаға шығып жүрген осында Арғынбек бауырымыз келіп отыр. Мына құлпыдан көйлек киінген, құлпырған қызыл үржалған, сәуегей қарттан кеудемде сәулелі жарық нұр қалған деп бүгінгі сол шалдардың қасиеті қонған Арғынбек Абдулдарыңызға бір қол соғып қойып, енді бір той болғаннан кейін бір жақсы домбыра берейік жігіттер. Сол енді бүгінгі Сабыр әкеміз енді өздеріңіз білесіздер, бүкіл Алталаш аузына қараған атақты азулы ақындардың бірі. Атымен сөз бастайын әлемдердің айтыскер екенімді дәлелдермін Каспийдің жағасында отырған ел маржанын мен терейін тереңдердің Сабыр ағам үйінде бір көсілейін жаратқан тал бойыма өнер бердің Сабыр ағам үйінде бір көсілейін жаратқан таусылмайтын өлең бердің Алматыдан қонақтар кеп жатыр ғой Жаңаөзеннен мен де ағайын әрең келдім Әр қазақты жалғызым деп атаған Әр қазақтың бәріне сәлем бердім Мен едім Арғынбектей ақын балаң қызыл тіл таңдай қағып тақылдаған Қасым деген інім менің отау құрып ағайын алдарыңа жақындағам Манас інім арнау айт деп жатыр екен мен едім ол бір сөзін мақұлдаған Сабыр ағам айтыстағы ұстазым еді бар еді Ершабайдай батыр бабаң Ағайын бір қол соғып қоймайсың ба шәкірті келіп тұр ғой ақын балаң Мен өзім Құнанұрыс деген елді көрсем қызыл көрген қырандай батырланам Алайда аталы сөз айта алмаймын Шапалағың болмаса шатырлаған Шырымды ұсынайын ол дамылдаған Бұл күнім арман еді-ау сағымдаған Ассалаумағалейкум Ершабайлар көргеніме қуандым бәрің даман Сөзге шешен шалдарың бар еді ғой тынысы ешқашанда тарылмаған Ақжаулықты аналары шабайлардың қашаннан сақтап жүр ғой арымдаман Бұл ауылдың келіндері иман деді ешқашан жаманатпен танылмаған Ал Құнанұрыстың келіндері ибал еді-ау ешқашан жаманатты жамылмаған Бұл ауылдың қыздары сұлу еді-ау қырдағы қызғалдақтай жалындаған Ал жігіттері Ершабайдың батыр еді-ау айға атылған арыстандай арындаған Мен осындай ауылға келін келді басынан бақыт құсы арылмаған Ассалаумағалейкум Ершабайлар бір құдайдан басқаға бағынбаған
жүрек шаршы топты жарып алсын, шалдардың әуеніне салып алсын. Бір-екі адам сөз тыңдамай шулап отыр, сол кісілер осы сөзді қабыл алсын. Сөз тыңдап қолын соққан ағалардың балдары аппақ келін танып алсын. Сөз тыңдамай отырған апалардың шалдары бір-бір тоқал алып алсын. Біз қалай ұлыларды үлгі етпейік, айтатын тәуір сөзді тірнектейік. Сабыр ағам жайында сөз қозғайын, жақсыны жамандарға күндетпейік. Әр қазақты жалғызым деген жан ғой, тектіні жауыздарға тілдетпейік. Біз қазақта жаман бір әдет бар еді, сол жолмен енді қайтып жүрмектек. Өлгеннен соң ескерткіш қоямыз ғой, біз бұлай жаман әдет тірнек, біз бұлай жаман әдетті тірнек, жақсы әдетке тірнек дейік. Сабыр деген елдің ұлы емес педі, ұлыны қалай ғана үлгі етпейік. Ағайын дүркіретіп қол соғайық, тұлғаны тірісінде құрметтейік. Келген соң шабайлардың ортасына, шабытым тізгініңді тартасың ба? Сабырдайын ағамды көп мақтадым, ағамда тұрған екен шалқасына. Ағамның дәл осындай тек жүруі негізі несіп жеңгемнің арқасында. Ағайын жел үркесең желкеніме кетпейтін ақыммын ғой мен керге. Табынның қыздарын мақтар болсам, Сабыр аға қосылыпсың сен теңіңе. Тас табындардан әйел алған еркек біткен, өмірдің өкінбеген келтеңіне. Табындардан әйел алған еркек біткен, сенімменен қараған ертеңіне. Қысқасы бір табынның жалғыз қызы, татиды Тамириштің төртеуіне. Шаратқан шапағатын шашып төксін, ер шабайлар ырыстарың тасып кетсін. Осыменен арнауымды аяқтайын, қос ғашықты бір-біріне ғашық етсін. Ауру сырқат қазаққа емді келмей, өзінің Қытайына қашып кетсін. Құнан орыстар келіндерді ала берің, келген келін негізден туа берсін, үйлерің памперстен сасып кетсін. 2050 жыл келгенде шабайлар Қытайлардан да асып кетсін. Рахмет ағайындар, уақыттарыңызды алмай ақ қояйық. Той құтты болсын Сабыр аға, келін құтты болсын, жұғысты болсын ағайын сіздерге. Ой, рахмет, Арғынжанға қол соғып қояйық енді. Аллаң нұры жаусын енді. Мына байдамынер біратқа, кедейдемінер біратқа сөзімді күн арнайын Арғымек деген біратқа да қойыншы енді. Арғымекке қол соғып қойып енді. Ай мағаным. Қандай керемет, бұл енді суырма салдық дегенде енді бір Алланың берген бір адамға тарыны ғой енді. Ал енді сол жүрек жарды ақ тілегін арнай келген ардақтағайын. Енді мына той болғаннан кейін кішкене бәріміз көңілді отырып, осы тойды бір жақсылап, атсалысып өткізіп жіберейік. Мен енді керемет ән қосам, соны әннің қайырмасына келгенде сіздер жалғастырасыздар. Кім жақсы ән айтады, соған той иелерінің призін беретін боламыз. Ал кетіп бір ән қосып жібер қосыке. Бірінші сол жақ мамаларымыз бастайды. Абай бәріміз бірге.
Екі ән айтатын боламыз. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, аламың әр гүлін жинадың сен маған, сен берді құстардың қанатын самғаған, балалы құштарын өзіңе арнаған. Әлдейлі бақ өсірген самал жел құшағын есейіп көңілді өзіңмен әжелер ансамблі болды ғой мынау қазір. Әжелердің дауысы күшті екен. Қандай керемет, ә? Әжелерімізге өтпайық, сосын Ақжабық мамамызға ерекше неше мың осы өнерпазды аман есен өмірге келіп жатырған осы Мұңалбаевтар отбасының әулетінің жапырағын жайған мамамыз бенді. Мамамыз әнші екенін білеміз бала күнімізден. Мамамызға төрт бірден алып берейік. Рахмет. Тағы бір басқа ән қосып берсең енді қос екен, мамаларымыздың шабыты келіп тұрген. Тағы бір ән, ал бәріміз бірге. Өзіңмен алыстым, ойымда таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Бәріміз бірге. Az еді қайдасың сен іздеп Ой, апа, рахмет сізге мама. Мынау той иелерінен приз. Қосшағымыз жақта асқатау әкелерімізді қосылып атқан ағаларымызға да өтмейік. Ой, молодец. Бәріміз әншілеміз ғой, айтсақ. Кәм әжелер хоры болып жатыр енді. Ал енді, құрметті Ақжабық аналар, Асқартау әкелер, бәріңізге де Алланың нұры жаусын. Адайдың үш жерге оққан ақтан керел айтады. Жеті мүшең сау болса, Алланың сол берген деп. Сол жеті мүшелеріңізде, 12 мүшелеріңізде сау болсын. Ал енді сол жүрек жарды тілеген арғата жалғастыратын, қыз өсіріп қыз берген, айналайын сіздерден, сондықтан да мың сәлем, той жасаған біздерден, бүтін болып жатырмыз, қуанды жаспен қартымыз, деген екен ғой, ата-баба салтымыз, жаңа келді кезегің, құдалар менен құдағай, құда болдық мың жылдық, дегенде мынау халқымыз деп, ел сыйлаған, ел құрметтеген қос ауылдың бұрыннан қыз алып қыз бершіген, құдағайлар отыр. Сол кісілерге де бір сөз кезегі келген секілді, Асқартау тұлғасымен ажарлы, сүйікті ел құдасымен, құдағаймен ажарлы демекші, осында отырған, төрде отырған құдаларымыз бастап, құдағайларымыз жалғастырса. Алдақты құдағайлар, жаңа ауылдың Алдан дейтін баламның ұзыналы отырғаны болса, екі қызымызды да ода ола беріп отыр. Біреу үлкен тұртан бедердегі шалдың орнында қалады. Ал екіншісі міне сабыр атайға. Міне, ұлдар мүмкін алдар, бүгін енді үйленіп жатыр. Жиынтарларым. Солар бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Туған қыздарының туған ағалар кетіп дүниеге. Бірақ орнында мен, ең үлкен мен қалдым. Сондықтан келіп отырған сол, бір баласы бар еді, онында қалған.
Берік деген, о да жұмыста. Сосын деді, амансыз келіп отырмын. Құттықтап орындап кетейінші. Енді ең үлкен мен қойдым. Ал, Сабыржан, құтты болсын, тойың тойға ұласа берсін. Өмір жастары жақ болсын, алдарың жапырақ жайла берсін. Мен енді бәлен түген деп айта алмайым. Менен басқа келетін түгірімде інлерім шамалы. Ал, тек қосты да келесі берек. Құдалар айтады. Міне құда. Құдалар айтады. Тобыш Тоқабай Сәкеннің құдасымыз, есімім Тосынбек. Шынар деген келінімнің атасымыз, қызымыз. Ал, құдағай, шырбатқан келіндеріңіз құтты болсын, ден сау болсын, өздеріңіз сияқты атақты елдің алды болсын. Тек барлықтарына той тілеймін. Дендерің сау болып, тек қызықтағандарын бала болып жүре беріңіздер. Ай, бәрекелді. Ал құдағайларға сөз кезегі екі ауыз. Үлкен кісілер болса, жолына қарай, жасына қарай бере береген. Жол үлкен құдағай. Құдашалар, құда балдар. Құдағайлар, ауылдарыңызға түсіп жатқан келін құтты болсын. Құтты келін болсын, сіздерді қуантатын, бағатын, қағатын, жақсы келін болсын. Ұзағынан сүйіндірсін, балалар бақытты болсын. Сол бәріңізге де денсаулық тілеймін, той қыласын. Тек тойда кездесе білейік. Тойларыңыз құтты болсын. Ауылыңызға келіп жатқан келін. Адамның құтты келін болсын. Тойыңыз той болсын. Келіннің қатарымен осы ауылымызға жақсылықтар келе берсін. Тойыңыз той болсын. Ай бәрекелді, айтқан тілектеріңізге бір қол соқпай, кең болсаң кең болмайсың деген керемет енді жүрек жар тілегін ақтар жатқан құдағайлар. Ал бір ауыз тағы қосылаттар бар ма? Тілек кезегі. Ал енді құрметті құдағайлар, сіздерге Алланың нұры жаусын. Енді бүгінгі Маңғыстауымыздың керемет әнші осында Данияр деген азамат келіп отыр. Енді көршілерге қазір береміз. Енді арғата бір ән көңілдің ажарды осында Данияр Мұңалбаев деген азаматтың керемет ән тыңдаймыз. Сол Данияр Мұңалбаев болып берген осындағы жолықтанамыз отыр. Ал Данияр. Ортада енді билеп оламыз, кішкене қимылдап оламыз деген мамалар болса ортаға биге шықсаңыздар рұқсат. Жақсы билегендерге жақсы приз бар. Қосылғандарға қос приз бар. Алжас, ассалаумағалейкум. Тойшы қауым той қыласын. Мына түсіп жатқан келін құтты болсын. Жақсы тілектер қабыл болсын ағайын. Сіздерге той тілеймін. Үлкен кісілеріміз аман болсын. Алғашқы ән кездескен қандай жақсы деген тамаша ән бар. Соны орындап берейін сіздерге. Şınayı yüzler menen, en жақсы сөздер менен, жарқырап күліп тұрған, жайнаған көздер менен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағынған жүрекпенен, ең жақсы тілекпенен, құшақтап қатты қасап, ең жақсы ниетпенен, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Амандық болсын десек,
жақсы, кездескен қандай жақсы, кездескен қандай жақсы. Кездесу себеп болып, тойдырман келет болып, жүздесу қандай жақсы, жақсылар себеп болып, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Ағайын, ағайын олай болса тағы да тамаша әнмен жұптап жіберейін. Өтіп берген өмір жалғандай, армандарым орындалғанда, атың озып жолың болғанда, жолың болмай көңілің қалғанда, қара көзің мөлдіреп, қиналатын сол жүрек. Асу емес биік шыңдардан, ашу жемес күйіп мұңдардан, алып өтер сені түрлі арман. Тағдырыңа болсаң тыңдарман, сұнбай өтсең бір сындардан, ән салады саған бол жалған. Жасыл орман асқары тау неге, жалынышты жарық сәулеге, салсын арман мейлі әуреге, атып тұрма таңға тәубедей. Қара көзің мөлдіреп, қиналатын сол жүрек. Асу бермес биік шыңдардан, ашу жеңбес күйіп мұңдардан, алып өтер сені түрлі арман. Тағдырыңа болсаң тыңдарман, сұнбай өтсең бір сындардан, ән салады саған бол жалған. Ой, бәрекелді. Ялла бердің ба, бермедің ба, ялла көрдің ба, көрмедің ба, шырылдаған үніңден айналайын. Бүгінгі Қасымның беташар тойына қайын келгенің ба, ұлым болсаң ұлы бір мұрадайсың, қызым болсаң қырымда құралайсың. Даниярдай азамат ән салғанда, неге қайын жақсылап, қол соқпайсың деп қайын жені. Ой, бәрекелді. Ал жүрек жарды ақ тілегін арна келген, енді алыстан көрші ақсы тәңір ақсы дейміз ғой, алыста ағайыннан қасында көршің артық деп жатамыз. Алдында бір ағамыз тойды айтады, алыстан ағайын келем дегенше қасында көрші көп тастайды деп. Сол енді Құдай қосқан көршілер бар, сол көршілердің ортасында жасы үлкен мамаларымыз болса, асқартау әкелеріміз болса, сол кісілерге микрофон кезегі берейін. Бәрі менен үлкен бізден ат керек, айт. Әптеп тұр кел. Үшеуміз болсын. Сабрадан келін алып жатыр. Келін құтты болсын. Жақында таусыла. Келін құтты болсын. Жағымды келін болсын, жақсы келін болсын. Аманшылық болса, тойға баса берсін. Дендерің сау болсын, алғандарың келін болсын, ұзатқандарың қыз болсын. Тойға тойласа берсін. Айтайын деп жатқан болып қалады. Аман болып, жасағандарың той болсын. Шаңырағы биік болсын, сырты моншақты болсын, іші оншақты болсын. Ал өз жатқан кейін, алтын табыр жатқан кейін, құтты болсын, той тойласа берсін. Мен айтам. Өзің үш түйілі көршіміз, үш жақ қарап кетеміз бенді? Бірін қай отырайық. Дауламайын, дауды қойын. Үйбай, осы тас үйдің бірінші келген көршістерім. Ең бірінші жаңғыз өзім отырғанмын. Құлыстандым жоқ уақытта. Содан отырдық. Осындай кірең жақсы көршілерге күле қарап сәлемін дұрыс беретін, бермейтіндер де беретін болып үйренді, жақсымыз. Сосын мына көршілерге келгенде бір куплет өлеңім бар еді. Бұрын 3-4 куплеттен айтатын едім. Енді көршілерге ұмытылып қалғасын бір куплетте болса көршілейтін адам риза бола беретін көрінеді ғой. Содан тойда шашудың түрі бар ғой, ат бар, атам бар, ақша бар дегендей. Менің ақшам азаңдау болды, соған қосымша көбейту үшін бір куплет өлең айтып беремін. Оны ашықпай тыңдайындар, ұмытып қалсам қоя қоятындар 2 жолдан кейін.
Тойың тойға ұлассын, салған әнің қырассын, сәнін берсін сәкеннің, әнін берсін күләштің, туысқандай. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын бойларың, баршаңызға бақытты, баршаңызға шаттықты мен тілеймін ай. Гүлдей жайнап ажарың, таусылмасын базарың, ойындары жарасын, балдызбенен бажаның. Ойындары жарасын, балдызбенен бажаның. Осы болды батса, аздан оса көпке көресіңіз. Мына көрші келіндерім айтып атқаным ғой. Аман бол. Данияр дейтін кісінің жаңа Даниярдың мамасымын, Дидардың мамасымын. Мама бола беріппін, баяғыдан берме. Дидарды айттыңыз, Даниярды айттыңыз, насихаттың айтпадыңыз деп бізге подарок беріп қояды. Насихат дейтін ағамызға. Енді бұл мамамыз деген, Сырғалай деген мамамызға қол соқпайық. Мына енді Нұрлан Мұсаев айтады ғой, қызанды біреу мақтаса, қаққанда қалық арқамнан, кейбір жамандатпаса, шамдан құлай шалқамнан деп. Сол Қытайдан келген мамамыз енді. Осы Ақтау қоныстар бар. Ай бәрекелді. Тағы да көршілер бар ма? Тілек кезегі жалғастыратын Асқар Тау әкеміз. Ассалаумағалейкум, Тойсұғай. Ал сәке, нәсіп. Мынау енді келіп атқан келіндерің құтты болсын. Мына ауылдарында той болсын, иман болсын. Енді сабармен мен 27-те 30 жыл көрші болдым, мен мына жерге келіп тағы да көрші болғанмын. Ал тек сіздерде тек бақыт тілеймін. Балдар бақытты болсын, денсаулықтары мықты болсын, өздеріңде тек қолдарыңыздан мен кетпесін. Алда балзонка емен негізі. Ал тек немерелер көбейе берсін. Аман болыңдар. Ал енді құрметті тойшы қауым, бүгінгі болған той құтты болсын. Ал енді сабыр нәсіп, қолдарыңызға келін түсіп жатыр. Келіндерің құтты болсын, жалғасын таба берсін, балдар бақытты болсын, немерелерің көбейе берсін. Солардың ортасында тек сабыр мен нәсіп шалқып отыра беріңдер. Жаңа қолдасым айтты ғой, 27-те көрші болдық 30 жылдай. Балдарымыз бірге өсті кішкентайынан. Енді мына жерге келіп Құдай қосып тағы көрші болып жатырық. Ағайын тумаған көрші жақындары ғой. Көршіміз айтатын жоқ енді, нәсіп пен сабырдың осы тұрғаны. Өте жақсы адамдар, Құдай бізді қосып жатыр. Ал ағайын тумалар, той құтты болсын, той жалғасын таба берсін. Ал жақсы, енді бізде өзіміздің подъездімізден тілегімізді айтып жіберейік. Ал аға, ақын аға, атыңызға қанықпыз. Апа, тойларыңыз құтты болсын. Айтылып жатқан тілектерге біздер қосыламыз. Келіннің аяғынан дейді, сіздерге адал қызметі бұйыратын, жапырақтарыңызды жаятын жақсы келін болсын. Той құтты болсын баршаңызға, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Тілектеріңізге мыңдап рахмет сіздерге. Ал енді жүрек жары сол мінекей жақсы тілектеріңіз айтып жатсыздар. Сосын енді ортамызда Сабыр ағамыздың да осында әріптесі Данияр Аралбаев деген ағамыз бар. Енді Отпан тау кеше қашаған жырау айтқан екен, тонау тұрған Отпанда дегелек деген бір құс бар, ысқырға жер жара деп. Сол енді қасиетті қара шалдардың аяғы тиген жер ғой енді. Сол енді бүгінгі енді жүрек жарды тілегіңізді сізде бір қосып кетсеңіз аға. Ағамызға да бір қол соғып қояйық енді. Бүкіл алталашықар басы қосып отқан жер. Алла құрметті достандар, ағайындар, бүгін мынау енді шын айту керек, керемет бір тойдың той болып отырмыз. Мына қазіргі рестораннан кем емес, шын айту керек. Мынаның өзі айтқанда бізге бәрімізге ұнап отыр. Ал енді не айтамын енді? Құрметті Сабыр, нәсіп, келіп отқан келіндеріңіз құтты болсын. Елдеріңіз сау болсын, енді сен бұрында бір келін алдың, енді екінші елдің Құдай қаласа үшінші келінді алдыңыздар. Сол тойына да біз дуа қылайық, елдеріңіз сау болсын, осы ұрпақтардың қызықтарын көріңіздер. Біз енді сізге тілектеспіз барлық уақытта. Сен енді тек қана біздің Адайдың азаматы емессің, бүгін қазақтың азаматы емессің. Біз жұрттың бәрі, сондықтан да деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ болсын, қызықтап, келініңіз қызықтап, немерелеріңізді, шөбереңізді жүре беріңіз. Той боласыз. Ал Данияр ағамыздың бір тілегіне қол соғып қойып енді. Жүрек жарды ақ тілегін ақтарып жатырған ағамызға да мыңдап рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, мына Елбай атамыз айтқан екен.
Қазына шашып тойлайтын, мереке сауық ойнайтын, азалдан бізге бұйрық қатарда құрбы теңдермен. Жақсағаның белгісі қадірлі болса әніге, көз салмаса мініне, алдында тура жол бастап, көрсетсе білік күніге, ағасы жаман болғанда, сүйенеділік міне, сыйласу керек ағайын, өлмейде тұрып тіріде демекші. Сол енді бүгінгі ағайын, осы әулеттің той деп, Құнанорыс ауылының той деп, кешегі абыз ақсақалдарымыз өмірден өткенімізге сірә салауат тірі адамға шарапат қой қайбақтады. Сол енді бүгінгі Құнанорыс ауылының Шеркешбай ақсақалдың әулетінде Сабыр әкеміздің шаңырағында Есіп анамыздың бүгінгі мерекелі берекелі тойында сіздер мінекей сыйлы қонақ болып төрден қотсыздар. Сол енді бүгінгі әулеттің той деп осында енді қуана келген, сол қуанғанға құттар итті демекші. Сол енді бүгінгі аға жеңге, апа жезді, іні келін қыз күйеу, жем бөле бар. Сол енді бірінші тілекті осы Ершабай атамның ұрпағы, әр уақытта атам Ершабай үстіне сауырт жамылған, дұшпаннан кегі алынған деп, сол Шабай атамның ұрпақтары Құнанорыс ауылына осы аға жеңгелерге сөз кезегін жалғастыра келді. Сабыр інім, келін, шыватқан келіндерім құтты болсын. Келіндердің өздерінің көңілінен шығатын ибалы инабатты келін болсын. Қосып жатқан қосағымен қосағарсын. Тату тәртті, өмірлерін бәрінде сәнді, өмірлі шүгірлі, ғания болсын. Той қаласын, тойлағанымыз тек той болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті той қонақтары. Қош келдіңіздер, қош көрісіп жатырмыз. Ауылымызда дүрлеген той, қуанышымызда шек жоқ. Осы тойдың болғанынан боласы қызық, көптен бері хабарымыз бар. Мінекей, жаңа осында келіп, беташар тойға қатысып жатырмыз. Біздің алдымыздан жүгіріп шығып, ауылға келін келді, нағашысы барып алып қайтты деген жақсы әңгімелерді құдаларымызбен бірге отырып әңгімелесіп, бәріне қанық болып жатырмыз. Келініміздің келген қадамы құтты болсын. Мінекей мына асаба інім рахмет сау болсын. Осы тойды бастағаннан ауылдың ақсақалына беретін еді. Бұл жолы бәрін тыңдатып алып бізге беріп, шын мағынасында жақсы демалып қалдық. Мына қанша өнер азаматтары, інілеріміз, ауылдың ақсақалдары, мінекей Қажекең, мінекей Дәукен деген ағаларымыз, құдалар, міне апаларымыз, құдағайлар дегендей, бәрі де өте жақсы жүректерінен шыққан тілектерін айтып, мерекемізді жоғарғы деңгейде өткізіп жатсыңдар, өткізіңдер беташар тойымызды. Мінекей балдарымыздың алдынан ақкүн туысын қосақтарымен қосақ ағасын, мына аталарының, әжелерінің берген баталары дарып, солардың жолын берсін деймін. Той қаласы берсін, қуаныштымыз. Сабыр інім айналайын, келін қосағың мен қосағар деген міне осы шығар. Төбелерін көкке жетіп, қуанып жатсындар. Ортақтасып мына қанша халық келіп жатыр. Бәрін игі тілектерін Алла Тағала қабыл қылғай. Аман болайық, тойда көрсейік. Şeyi söylesin. Bana şekerini ayçı verin. Ağalarım da her Құнанорыс ауыл бірлесі. Ең işi vakit. Қайта жақсы болды. Шынымен, мынау қызды бәрін тыңдап, әдемі болды. Мен шын көңілмен айттым, рахмет. Bu жерде менің қатысым жоқ. Жоқ, рахмет. Мен қайта. Бірақ енді туыстық ғой. Біздер тойдың иесі. Әдемі болды, шынымен. Ассалаумағалейкум. Той қонақтары, ауылымыздағы дүрлеген тойымызға қош келдіңдер. Сіздер жүздесіп, бір-бірімізге оң болсын айтып жатырмыз, құтты болсын айтып жатырмыз. Сәке, Адайыптар әулеті той құтты болсын. Мына келіннің қадамыменен ауылға, әулетке қала берді. Мына
өткен арысымызға ырыс несібе ауыз біршілік амандық келген. Көптің бірі қыдыр деген осы көпшілік қауым тілегі айтып жатыр, арнаулар айтып жатыр. Шаңыраққа дарығай айтылған тілек. Балдарымыз бақытты болсын, алдарынан ақ күн туып, өмірлі шүбірлі болсын, жапырағы жайыла берген. Қуаныштымыз, қуанышты ортақпыз. Ой, бәрекелді. Elimizde olsa ağam yapsa, halka yeğli olsa, elimizde olup arkasında ağamızdan yapılan veririz. Bäriňizge rahmet, aklekler aytılıp otur, kabul bolsun, o söwletde toy bolup, japyraklary jayılıp, qonuşlaryň çok ortak bolup keldiňizge rahmet bäriňizge. Öýtlerimizde toy tileýin, ýeňiňiz tыныç bolsun, awletlerimiz jan-jaklarymyz aman bolsun, denlerimiz sol bolup, ýükümlerimiz aman bolup, jarkyrap oturgan toyda bize toy jakşy ötüp atar, toy japasyn taup atar, ondan bolsun, osa ýek jak bakty bolsun, dileklerimiz Allah kabul bolsun, bäriňizge toy tileýiz. Kutlu bolsun toýlarymyz. Oy, ağalardan Jalnybek ağalarımızdan atlegine mıngdap rahmet. Endi bir agayın habar gelip atır. Yette dayın bolgan eken. Yet etke sorpa betke deyt. Yet jesen siňeret, jemesеň süňeret dep. Bugünkende Kasım Batırdyň bugünkende Betaşar toyuna осы arnayı soyulgan altın koydun bası kesilgen gün koyayın. Agayın. Sol endi koyumuzdan bugünkü yette dayın bolgan eken. Sol yet etke sorpa betke dep ulagatta asımız yet tapşyryk. Namdan keyinki ulgünsüne Kazak üçün yet bu. Yettigirsek sodan keyin argata şeňgiler jalgaşdyrypdylar. Balaslar. Al ulgünleriň dastarkandan bastaba toy katasak. Бақытты болсын, бақытты баянды болсын. Ауылымыздың әдемі келіні болсын. Біздің Құнанорыс ауылында жаман келін жоқ. Бәрі жақсы, келіннің бәрі жақсы. Сол келіндердің біреуі болып, әдемі келін болсын. Бақытты болсын, бақытты баянды болсын. Үй бала, аяулы қайным мен келінімді сыйлайтын келін болсын. Осында отырған азаматтар, азаматшалар баршаңызға сол тілек. Uzatkanımız, kız üylendürgenimiz bala olup kuanıp jüre berek. Aman bolunlar, baldarımız bakıtlı olsun. Açış, yekemiz ötüyüldük. Bakka gelindir tanışkavun, toy kutlu olsun. Kayным kelinim, eli batkan kelinin ayak üstünde olsun. Kutlu olsun, sizlerge jarındı kelin olsun. Berim, mine versin, göse versin, balдар bakıtlı olsun deyin bilen. Bolsa, yüzleri güldüy jaynagan, kulakta jalgız sırgaсын, körümdü getip sıylagan, anavda turgan apalar menen jizdelerge köngenmiz, jizdelerge sengenmiz, jizdeler aman bolsun dep, Құнанорыс ауылынан bir kızdan bergenmiz dep koyun. Apalar var mı? Muna apamızdan үлkeni var mı eken? Apam suraş dep atır endi. Al apa özüň siýakdy. Al жақсы, тойшығауым, бүгінгі тойынау, манадан бергі айтылып атқан ақ-тілектің барлығын Алла қабыл етіп, осы сабыр бауырымыздың деніне саулық беріп, бастарына амандық беріп, тойлары тойға ұласа берсін. Осы отырған Құдай жекжат, қаумалақ келіп отырған ағайын тума бауырлар,
барлықтарыңыздың үйлеріңізде де осындай той болып, аманшылық болсын. Тек Наурызды күтіп жүрмей, тойларда көрісе берейік аман-есен. Ән жерде Қамар бар екен. Ай бәрекелді. Қамар апа. Қамар деген апамыз бар деп жатыр, апаларды. Армысыздар, алыстан жақыннан мына тойға келіп жатқан тойшы қауым. Біріншіден жаңа жылдарыңыз құтты болсын келіп жатқан. Жаңа жылда жақсы хабар болып, жаңа келін келіп жатыр ауылымызға. Қадамы құтты болсын. Ауылымызда тек қана осындай жақсы тойлар бола берсін. Ал балдар бақытты болсын, сабыр, несіп, үбірлі шүбірлі, иманды салауатты, ұрпақ тәрбиелеп, үлкен отбасы болып, әр бала, әрқайсысы бір-бір ауыл болып үлкен отыра берсін. Қыздар өрісімізді кеңейтіп, қыздар да ауылымызды көбейтіп, үлкен семья болып, жақсы отбасы болып, мақтанып жүретіндей бәріміз. Бақытты болсын балдар. Ауылымызда тек той бола берсін. Тілектер, тумаластар құтты болсын, әулеттің той құтты болсын, ал Құнанорыс ауылының келіні құтты болсын деп бір қол соғып қойгенде Сабырдай әкемізге, Нәсіптай анамызға бүгінгі келін келіп жатыр Дәулеталы Жар ауылынан. Сабыр ағам айтқандай, сүйікті ауыл, ірі ауыл деп, кешегі Досан сияқты атақты батырлардың ұрпағынан келіп жатыр енді Ершабай батырымыздың ауылына. Ал енді, құрметті ағайындар, мынау енді 90 ауыз сөздің тоқтай түйінде бүгінгі қуаныш жасап, осы қуанышты бөлісі келген ардақты ағайын, сіздерге де мыңда бір рахмет айтып отырып, бүгінгі келін алып жатырған, қолында тағда ұзарып жатырған Сабырдай әкемізге және де Нәсіптай анамызға бүгінгі тілек кезегінде келіп қалған сияқты. Ассалаумағалейкум, тағы қадірлі қонақтар, туыстар, бауырлар, құда жекжат, нағашы, көрші көлем, дос жаран, барша тілектес адамдар осы жерде ағайын туыстар отыр. Елдің бір халықта ұлдарымыз, біздің қуанышымыз да бәрі бірге ғой. Сондықтан осы жерде манадан тілек айтып жатсындар, көптің тілегі көл деген тілектеріңіз қабыл болсын. Мына төрде ақсақалдарымыз отыр, мың жылдық құдаларымыз отыр. Сонау бір шеті Алматыдан, бір шеті осы жерден нағашыларымыз, балдардың нағашылары келіп отыр. Туыс тумалар айналайын. Мына баршасына көрші көлем, баршаларыңа мың алғыс. Енді міне қазір біздер өздеріңмен бірдей келінді күтіп, беташарды күтіп тұрмыз. Сондықтан той боласын, аман болыңдар, дендерің сау болсын, тойда кездесейік, барлық ықылас ниет құрметтеріңе біз бас иіп алғысымызды айтамыз. Аман жүріңдер, той болсын, ел тыныш болсын, жақсылық болсын. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Біздің қуанышымызға келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Үйлерінде той болсын, дендерің сау болсын. Балдар бақытты болсын. Айта кетейін, мына жерде біздің құдабалдар отыр. Мына түскелі отыр. Келе жатқан келіннің бауырлары, туыстары, ең үлкен қонағымыз, бәріміздің қонағымыз. Бір тұрып отырыңдар, бәріміздің қонағымыз. Дәулеталыны жаңа ауылына айтып жатыр. Керемет адамдар, бәрінде құдаласып, танысып, білістік. Кеше тойларының шет-шағасын естіп жатырмыз. Өсіңдер, өніңдер айналайын, жапырақтарың жайылсын. Сендер де құдаға келін әкеліп беріп, қуантыңдар. Той болсын айтып, енді елдің ішінде осылай қояды. Жақсы. Ай, бәрекелді, Сабырдай Асқартау әкемізге қазақтың артылғасына қол соғып қояйық. Әрбір мықты ер азаматтың артында мықты бір әйел адам тұрады дейді. Сол Нәсіп анамызға да бір қол соғып қояйық, келін құтты болсын деп. Ал енді Дәулеталы деген ауыл әуелден енді біздің адайға ат шулы ауыл ғой енді. Дәулеталы Жары ауылым бақ қонып қыдыр дарыған, уызына жараған, сақилар болған қалқына жетімдерге қара шайыр еткен малынан деп қойынша. 8 арыс адайдың біреуі Құнанорыс белгілі, сән салтанат жағынан болмаған ешбір кемдігі, ақылы менен ары бар, дәулеті де болыпты, төрт түліктің бәрі бар, мінгендері арғымақ,
желменен бірге жарысқан, көшкенде келбет саңғырап, қоралап қойды айдаған, қарасан көз тоймаған, түйелері кілеңдар, ен даланы жайлаған, қай жағынан алсам да, Құнанорыс деген ауылым, басынан бағы таймаған деп бір қол соғып қойғанды. Құнанорыс ауылына келіп құтты болсын ардақты ағайын. Ал ет желініп, сорпа ішіліп болған сияқты ба? Әлі асып атқан жігіттер бар екен. Ал ендеше енді біраз қантай бір ән айтып берейін, ет желініп сорпа ішілгенше. Осы енді біздің қазақтың бар тақыны атақ досы Табыл Досымов деген ағамыз бар, композитор. Сол енді сөзін жазған Мұқағали Мақатаев, ұнатамын мен сен деген ән бұрындап берейін, ет желін болғанша. Ұнатамын мен сені дегенмен, көрмегенде өзгеден сенен көрем. Өз обаның өзіңе, өзіңнен көрем. Айып болсаң бір күні егер де мен, ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің бөлшегі. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің бөлшегі. Ұнатамын мен сені, ұнатамын мен сені, мейіріміңді қайтейін шалап сұрап. Ұнатамын дегенім жасандылық, саған деген жүрегім құрақ-құрақ. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің бөлшегі. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің бөлшегі. Ұнатамын мен сені. Мамалар қошемет қайда. Ел мұқтылыз Құнанорыс ауылы. Дегенімнің бәрінде жасап жүріп, көрсетпеймін сәредей асау қалып. Сенің ғана арқаңа басалдара, баға берем не деген жасандылық. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің бөлшегі. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің бөлшегі. Ұнатамын мен сені. Ай бәрекелді, ал ет желіп сұрпасы туған сияқты қол соғатқан ардақты ағайынға мыңдап рахмет. Сіздерге де осындай той жұғысты болсын, ұлысты болсын. Ал енді ардақты ағайын Құнанорыс ауылының келіндері үлкендердің дастарханынан бастап-ақ сәлемет ала қойыңыздар. Дастарханның баршасы сәлемет табақтарды алайық. Осы арада ас қайтарып әйел соғып, бейтаса рәсімін тамашалайтын боламыз. Ал келіндерге табақталып берейік, қалайларын табағына. Үлкендердің табағына.
Ай бәрекелді. Рахмет. Ардақтар енді біздің мына Маңғаз Маңғыстау ата жолымызда, ата иманымызда, ата салтымыз сақтаған елміз. Ардан құласақ та салттан құламайтын қазақпыз. Әуелден досы биташардың рәсімі, сонау биташатын адамға бір ай бұрын сол айтылып, сол адам осы оң қалғанда сол үйге келіп бір кейін алып атқан үйге әуелден келіп осындай алдын ала жоспар жасап, соған жаңағы адам аттарын жазып алып, сол биташарға алдын ала дайындалатын болған екен. Сол әуелден осы биташар деген осы біздің салтымыз, сол топ тарқайтын кезде биташылатын болған екен. Сол енді ата салтымыз сақтап, бүгінгенде осындай келіп жатырған, Дәулет Алшар ауылынан келіп жатқан келіннің бетінкар осыдан Құлсымақ деген азамат ашатын болады. Оған дейін мына өл жемей тірі байымайды деп, мына Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет дейміз ғой. Сол енді өткенімге салауат, тірі адамға шарапат, қай уақытта Сімілә сөздің анасы, Құранның алқы манасы деп, ал енді жас үлкен ас қайратта ілімі жоғары әйет оқиды деген, жас үлкен асқарда өкеміз болса, сол кісі ас қайырсын, арғата әйет оқитын боламыз. Yok, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. О жаратқан ием өзіңнің разылығың үшін сүйікті құлың Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына, бұрынғы өткен пайғамбарларға, әулиелерге, әмбиелерге, пірлерімізге, осы шаңырақ, осы дастархан, осы жамағаттан деметкен, өтіп кеткен ата-бабаларыңыздың, аналарыңыздың, әкелеріңіздің, жеңгелеріңіздің, шешелеріңіздің, қайын жұрт төркіндерінің өткен рухтарына тие берсін. Топырақтары торқа, иманы жолдасы болғай, жатқан жері жайлы, жаннатта болғай. Садақаларың қабыл, бастарың аман, бауырларың бүтін болғай. Ақыр заманға дейінгі ұрпақтарың İslam dilinde, Қазақ тілінде ата-бабаның қалыптаған ата салт дәстүрінде болып, ұрпақтарыңа жалғаса бергей, тілектіңтерін қабыл болғай, екі дүниенің абырайын бергей, келіннің қадамы құтты болғай, қазаны майлы болғай, көңілі жайлы болғай, ұрпақтары өзінен артық сайлы болғай. Алла тағала ол келінді әулетті қылғай, салтанатты сәулетті қылғай, таусылмайтын дәулетті қылғай, қосай атамыз, қабыл болуға атамыз. Аллаху акбар, амин. Ал тойшығым рахмет. Енді мына ас қайтарып, әйет оққан ағаларымызға, асқартап әкелерімізге той үйлерінің ат жапаны. Ал ас қайтарған әкемізге той қынан орсауына ат жапан, әйет оққан ағамызға сізге де дәл солай. Рахмет, Аллаң нұр жоқ сіздерге. Келін түсті салды ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдынан ашылғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдынан ашылғанда, келін түсі салды ғой. Бүгін қосып отырмыз. Бүгін де жүрек жарды тілеген ақтарып, мінекей жастарға ақ баталарыңызды бердіңіздер. Осы топтарқар кезде әуелден де қазақтың ата салтымыз, ата жолымызға қарай мінекей қызарып ағарып көгеріндеп, сабау байлап жатыр. Терде жұмсақ болсын деп, тер төсеп жатыр. Біздің қазақтың әуелден ата салтымыз осылай. Сосын мына кішкентай балдарды шетке сұрайық. Өйткені келінге кәр шашу шашқан кезде, құрметті ағайындар, келіннің орамалына қарай шашу шашсаңыздар, келген халыққа шашыңыздар. Келіннің орамалы бірінші асып кетіп, масқара болып жатпайды. Сондықтан да мына кішкентай балдарды лайк. Мына кішкентай балдар ақша шашқан кезде сауауда таптап кете береді. Ал енді бүгін енді бет ашатын азамат осы Саурадай ағамыздың арнайы
Uyumшылығымен ортамызға келіп жатырған әр уақытта атам ері құсай, үстіне сауырт жамылған, дұшпаннан кегі алынған деп, сол Қосай атамыздың ұрпағы Оспан Құлсымақұлдарыңызға бір қол соғып қояйық. Жатырмыз мына ортасында жүзік аталып қойған Сәуле деген апамыз бар, сол кісімен. Екі жағында, екі шетінде мына кішілеу күміс бар, оны таласпен аласыз. Кішкентай күміс бар, оны аласыз да, сосын сабау. Мына жиендікі ғой. Мынаған нетпесін. Сабауға таласып қалмасын деп отырғанда. Басын ашып алайын дейсің ғой дейсің. Ай бәрекелді. Ал енді арғата осы Маңғыстаудың қасиетті шалдардың керемет сөзімен ол Оспан ұлдарыңыз бет ашатын болады. Қасиетті Құнанор жауылы той құтты болсын. Жеркешбай Ақсақал әулеті, мына келіндеріңіз берекелі келін болсын ағайындар. Әуелі Алла, одан кейін үлкен ақсақалдарымыздан рұқсат болса, беташар рәсімін бастайық, құрметті ағайындар. Сөздің анасы Алланың нұры жаусыңдар адамның болса санасы Ассалаумаға әлейкім түркінің түгел алашы Ал қарға тамыр қазағым атырау алтай ярасым Атамекен қонысым қарт Каспийдің жағасы Қыс Маңғыстау жазарға бабамның алған даласы Сегіз семсер қадайдың ер қосай бір саласы Алды арыс Қосайдың бай бол деген ағасы Жақсыға қоныс болсын деп Бесен қолдың баласы Бесесен қол ішінде Нұрбайдың айтқұл данасы Ата қозы жыл келді Құлсымақтың бабасы Құлсымақ батыр белгілай Бегімсалдың атасы Қалды мырза өз әкем Бегімсал оның әкесі Оспан деп қойған атымды Шалдардың бармай қатесі Бісміллә сөз анығай бойым ашырдардым Ассалаумаға әлейкім Маңғыстаудың халығы Әр қазақ менің жалғызым деп жүрген елдің бар ұлы Келінді әкеп қуанта Ершабайдың тамыры Сабырдайын ағамның көздерінің жарығы Тегін білген қазақтың бәрін уыз дегенді Үйленіп жатқан Қасымжан Оспанның да бауырай деген үнсіз тұрсыңдар Ай, Құнанор сауылай, бір шулашы қанеке келін алып жатқанда Ай, алдалаштың сабырайы Ай, бәйге көрген аттарды, ай, бәйге көрген аттарды Ай, бәйге көрген аттарды, Оспанда балаң шапқандай Ота отын жағайы, оттан да отын жаққандай Ай, тойдың да сәні кірмейдай, ақ түйенің қарынын қуаныштан ақтармай Сөздің де сәні кірмейдай, жыр болмаса мақпалдайым Шаба елі келіні бақытты дәмін татқандай Сабыраған бақыттай, арайлап таңы атқандай Тойшыл қауым бақыттай, таудайды алтын тапқандайым Келген келін бақытты, түскенде елі мақтардайым Ал елге де берер гүлерін
жерге де қазық қаққандайым. Ай, мен бақытсыз емеспін, ақ маржан қалы ақтаудай сабыр ағам той жасап бетін ашқан келіннің. Ай, менің де бағым батқандай бетін ашқанда пернені қол басқанда ештен де дұға тіледім отау тіккен жастарға махаббаты айналсын мәңгі үзілмес тастанған осындай той жасаңдар кәрі бар ма жас бар ма ол қозымды әлде жетсін қуанышта шашқан ғой сабыраға соқсын жай ұлт деп соққан жүрегің жасың жүзден асқанда абыз кеуде атасыз бата берген жастарға бір шөпшеген екеу боп беташ деп метек оспан ғой ай бір ай сайын той жасап бір ай сайын той жасап ай бір күнді лақтыр аспанға ақыл дейді иманның жаралғаннан жолдасы белгілі дейді шайтанның жұмаққа кіріп бармасай осылай деп айтады мұсылман діннің молдасы қайсығы болса сөзімнің әлеуметтер оңдашым беташар мен той бастар бұл қазақтың қашаннан келетелі жатқан мирасы үлкеннен қалған жолыды үлгілі пішкен тоныды беташардау бастаған атамыз қазақ солыдай содан да бері келеді үлкендер еттің рұқсат келіннің бетін ашуға халық ұйғардау жағдай жат берекеден мына қашуға мен беташар айтып берейін жиналған келең асылған ата менен әжелер ағада менен жеңгелер шығарсыңдар отырған көрімдік тай көп көріп тарылмасын теріңіз абырой алып ат шығар мереке мына жеріңіз аяғы талдай келіннің жақсысын көрсін елінің жаңа түскен жас келін бәріңе болар бақ келін сауысқаннан сақ келін жұмыртқадан ақ келін алдарыңда тұр міне несие емес нақ келін құдайда берген бақ келін айтарсың халқым дегенмен абысын ажын үш күнде тағып қой берер ат келін ай ай келіншек абай келіншек жақсыңды да бүгін ел көрмек жақсымын деп ай өзіңді мақтанада барбай сөзіңді жылтыңдама ой келіншегі ой көршіңде қадамай өзіңде жақсы сынақ ой көзілмей жаманға шағынай өсектеп балдарда шықса ғой кесектеп секең деме ғой келіншек ой секең деме ғой келіншек бояп та сызып ай қасыңдай ой дудырады ой шашыңды модалап та қой додалап шүйкелеп те жүрме ғой келіншек қол қусырып ай еңбекпен қол үзбегін ай келіншек ақ саусақтың ай өзекені ай дегізбегін ай келіншек ай таза боп ыдысай аяғың дәмді де болсын ай тамағың қабақта шытып ай шықпасын күліп те кірген ай қонағың еңбексіз жан ай кел кеткені еңбек қой көрген ай өрлеткен айналайын ай келін жан тапқайсың да бақыт ау еңбекпен
отырыстан таңдап ұнатқаны мәңгілік болғай қадамым. Көңілін тапсаң көктерсің атаң менен енеңнің. Өзелге ой сөзгелері істесең сен айшаланым. Ойына ой айналмам күлір жан бала шағаным. Айыра білмес кейнаданы арамы менен адалым. Қайыры сірі болмайды арамсы темген баланың. Келінді болып ай келген соң қылығын көрсет ананың. Адайда бекет айжар болып оңынан болғай талабым. Айтылып ән мен жыр бүгін тұманның тұрып түндігін. Тойға да тілек айтылып сөйлейтін күні тілдінің. Алып та келді-ау Қасымжан қиядан тауып қыргүлін. Қондырғандай қолынағы сандуғаш құстың бұлбұлын. Айналайын келінжан жары деген ай ауылда, дәулеталы ауылдың қызы екенсің ай құлдығым. Ай келтірме атығам айдыннан тапқан асылың. Аққулай сенді жылжыдың құтты да болып ойының. Жарқырасын нұр жүзің анасы болып аймақтың. Ісіңнен ерсен ұл қызың абыройлысы болғайсың. Абысын лашын құрбының үлгіде құлғай ағайынға. Үлгіде құлғай ағайынға жоғары болып ой жұлдызың. Бір сәлем жасап халқыңа қуаншы аймақ тұрғыны. Уақтар бар үйде, өмір сүрген ғанейді ерте кеткен арманда. Күні кеше емес пе арамызда жүргенде болады білген қорғанда. Оларда бүгін орнына жатқанда шығар бірауына бір баласы екеу болғанда. Айналайын келінжан ай бұл Маңғыстаудың бойында 360 әулием. Ай барша өлі аруақтардың құрметіне келін сәлемет. Сәлеміңді әдемет. Еліне дана атандым. Төрде отыр әнекей беремін деп қол жайып келініне батасын. Ай сол аталары қайда екен, барша аталарға келін сәлемет. Сабыр деген атаңыз ай аталарға ай келін сәлемет. Демеңіз, қатты қайырым сөз айтса, сіздігі жөнсіз демеңіз. Ол отырған енелер қай сәлемет. Нәсіп деген өзенің енелер қай сәлемет. Сәлемің қай әдемет.
Аямасалар қайда қолданда келген көмегім аямай тау қайда да осылайда қайдаға қайнағалар қайда екен барша қайнағаларға келін сәлемет қасыңдағы уабысын бармай бұрын танысың ақыл айтар демеу боп емес қой қолдар алысың сақина жүзік алғанша саусағына салғанша шылмаңдайды абысын сақина жүзік алған соң саусағына салған соң абысын сені не қылсын ай оңтайлайды алғысын алғыс айтқан абысындар қайда екен барша абысындарға келін сәлемет сәлеміңді әдемі алысқа қарайлайдай болар кесем жиенім үйленді деп келіп жатыр жан жақтан қаумаласқан нағашысы өнермен алыстарға талай бардым көтеріп туылыстап адайлардың бірі келін бір иіліп сәлеметші шығайын көңілмен нағашылар әй барша нағашыларға келін сәлеметі Орседау той жүрәнін Балаша апа жаздан қуанып жүр Қасым тапты қойды өз сыңарын Бұланым бұрынғыдан өзгерер ме өзіңдей жылау қыздар кезгенермен Әрдайым апа жазды қамқоршы ғой сәлемет апалармен Әй мына шезделерген серлер шайын тойда саналар ма тойыңның қуанышын бөлісуге келіпті құдағи мен құдалары да абырой атақтан қыңарта берсін көл көсел көңілдерің таза берсін сәлемет құдағи мен құдаларға шалқыдым шашауларын шаша берсін келін болдың керелгі барбайым тіреу болшау сүйгенге кешеге қамқоршы бол ақыл айтып келімсе келіншектерге үйір келме нағашым үйленді деп келіп жатыр сәлемет үлкенге шабай жиендерге ау жиендерге жиендерге ай құмартыған сарына қалды қызда өнерді бір құдадай халқымызда бөлелер келіп жатыр тойларға шашуын шашайын деп алдыңызға келін жаны деппенен сәлеметші бөлеле тумалас қояй салдымызда келін көрем тойыңа жатыр бүгін асабысып алсаң жақын болған көрші көлем көршіңмен қалайсың дейді ақыретта үйіліп барша көршілерге келін сәлемет сәлеміңді келін әдемет та сені көлемге айтып та жүрген қайның сол отырған сонау төменде қайнысы деген қайғысы ағамды әйел алды деп маған да кезек қалды деп шымыңдайды бай қосай сол қайнылар қайда екен барша қайнылар мен қайны сіңлерге келін сәлемет сәлемді әдемет
айналай кем көрме баласы бол айдананың анасы бол баланың күн жайқалсын жолыңда құтты да болсын қадамың ой айналаңа қарасам бәрі де сенің танысың бәрі де сенің ұрысың бетіңді аштың келін дағы ой бітті ғой менің жұмысым осы отырған ай бәріңіз үлкені кіші кәріңіз азайты деп сөкпеңіз осы еді біздің барымыз ой жүрсеңдер бірге жүріңдер күлсеңдер бірге ай күліңдер шоқтарың жүрсін жазылмай ой сыйласып тәуір сүріңдер жаным осы кем қосаятан баласы күрөмесі туғаннан деп құнан ұрса алдынан чапан жауып жатыр енді сабыр әкеміз арнайы нәсіп анамыз ой бәрекелді ал жүрсеңдер қасым менен айгерім жүрсеңдер бірге жүріңдер күлсеңдер бірге күліңдер тоғы төрлігін айтқанда бақытта дәурен сүріңдер ендігі қалған әлеумет келіннің бетін түріңдер деп мынау енді келіннің беті ашылғаннан кейін ауылдың үлкен абыз ақсақалы Тайыр деген ағамыз келіннің ақ батасын беріңіз. Ал бісміллә сөздің анасы деп бісміллә деп бәріміз қол жайық. Ал Тайыр әкеміздің ақ батасын қол жайық ал. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал құрметті жамағатына келген келініміздің қадамы құтты болсын. Бәрімізге де жұғысты болсын. Батамды берейін. Ақтан аят болғай, пайғамбарлардан шапағат болғай. Балапандарымыздың алдынан аққын туғай, жапырақтары жайылғай. Алла бармақтай бақ бергейсің, абырой беріп аман сақтағайсың. Қатарының алды болғай. Өбірлі шүбірлі болып, елімізге, халқымызға, әулетке, жанияға қызметтері бұйырғай. Елдің алғысына бөлене бергей. Бәріңізге де осындай той жұғысты болғай. Ләй аумин. Айтқан ал. Келінің орамалын ауыстырайық, арғаты енді бүгінгі беташар тойымыздан осында енді келген ағайын бір билет алайық ал. Ал билет деген жеңгелер болса көңіл көтерейік. Тойдың бел жақсыда беташар той өтіп болсын. Келген той ертеген жалғас табады ғой ардақтар ай. Жеңгелер.
келін түсті салты ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының, ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл шарқат жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Қандай ғана сезімде болдың екен, ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілем кисің, масатыдай қолпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем беріп көңіл қалар, қариялар қашанғы жүрер дейсің. Қарияға